Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге сүтке піскен күріш ботқасы және картоп қармасын жасап көрсететін боламын. Соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Және каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ол үшін алдымен күрішті жуып, тазалап, суға біраз қайнатып аламыз. Онан соң біраз молырақ қылып сүт құямыз. Сүт құйып жалғасты баяу отта қайнатамыз. Күріш қайнап жатқан кезде картоп қармасын жасаймыз. 3 тал картопты жуып тазалап, үккіштен өткізіп алған соң 1 тал жұмыртқа қосып араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және паприка қосып араластырамыз. Одан соң табаға азырақ май құйып қыздырып, картопымызды саламыз. Күрекшемізбен үстінен басып тегістейміз. Астыңғы беті қызарып қатқанша баяу отта ұстаймыз. Арасында күрішті араластырып отырамыз, түбіне жабысып қалмас үшін. Одан соң картоп қармамызды екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Күрішті де езілгенше пісіріп аламыз. Күріш ботқамызда пісіп болыпты. Өте оңай дайын болады. Әрі қоректігі өте жоғары, әрі өте дәмді. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.